Ассалаумағалейкум достар, сіздер Доп дауысы каналындасыздар. Біздер Қазақстан чемпионаты және Қазақстан футболына қысқаша обзор жүргіземіз. Қазақстан чемпионаты 8-ші тур, ең бірінші 8-ші турда ашқан Қызылжар өз алаңында Оқжетпесті қабылдады. Барлықтарыңыз білетіндей, 7-ші турдан кейін Қазақстан кубоктық ойындар өткен болатын. Сол кубоктық ойындардан кейін барлық командалар кішкене эконом режимде ойнаған сияқты болып көрінді. Дегенмен ойынға келетін болсақ, Қызылжар өз алаңда Оқжетпестен жеңілді. Есеп 0-1. Оқжетпес бұл ойында өте маңызды жеңіске қол жеткізді. Атап айтатын болсақ, бірінші таймда екі командада тең нәтижеде бір қалыпты ойын көрсетсе, қызықтың барлығы екінші таймда басталды. Ойынның 48-ші минутында Қызылжар командасында Писчевич қызыл қағаз алса, екінші таймда алаңға шыққан Абинур Нұрымбет өзінің премьер-лигадағы алғашқы голын салып, бұл голдың өзі керемет. Қарасаңыздар болады, айбалаңның сыртынан жойқын соққымен гол салды. Негізі Қызылжар командасында ойынның бітер сәтінде ойынды теңестіретін моменттері болды. Атап айтатын болсақ, Олжас Керімжанов пен Бугре атты ойыншылар өздерінің моменттерін реализовать ете алмады. Мирослав Лобанцевтен өзінің айласын асыра алмады. Осылайша Оқжетпес маңызды жеңіске қол жеткізді. Турнирлік кестеде Оқжетпес 3-ші орында болса, Қызылжар 8-ші орынға жайғасты. Келесі турда Қызылжар Астанаға қонаққа барса, Оқжетпес өз алаңында Атырауды қабылдайды. Келесі ойын Ертіс өз алаңында Қайратты қабылдады. Есеп 0-1. Қайраттың минималды жеңісі. Қайрат бұл жеңіспен бірінші орынды бермей тұр. Ертістің өз алаңның жөндеу жұмыстарының өтуіне байланысты ойын Астана аренада өтті. Ойынға келетін болсақ, бірінші таймда Ертіс командасында есеп ашатын мүмкіндіктер болған. Қақпашымен бетпе-бет шыққан Ертіс ойыншысы өз мүмкіндігін пайдалана алмады. Футболда сен соқпасаң, саған соғады деген қағида бар. Сол қағиданы дәлелдеген. Атап айтатын болсақ, Қайрат ойыншысы Юккола ойындағы есепті ашты және Қайратқа жеңіс сыйлады. Негізі ойынның 39-ші минутында Ертіс ойыншысы Вячеслав Швиров есепті теңестіріп еді. Алайда төреші Саят Қарабаев VAR жүйесіне жүгініп, голды есепке алмады. Келесі турда Ертіс тобылмен кездессе, Қайрат Қызылордаға қонаққа барады. Астана аренадан бірден Қызылордаға көшейік. Қайсар өз алаңында Жетісуды қабылдады. Есеп 1-1. Ойын өте боевой, жарқын, тамаша өткен. Екі команданың да жақсы моменттер болған. Айта кететін болсақ, Айбол Абекен, негізі Айбол Абекенге бір Ақтөбе сияқты қой сойып, әулие аралап бір оқытып алады өз-өзін. Себебі бұл матчта Айбол Абекеннің хет-трик жасайтын моменттері болған. Десек те голдарға келетін болсақ, ойынның 42-ші минутында Ануарбеков Қайсар қақпашысының қателігін пайдаланды ма, әлде өзі ойламаған жерден гол салып алды ма? Не болса да Жетісу ойыншысы Жетісуды алға шығарды. Бірақ дегенмен де көп ұзамай Қайсар Алиор Мұхаммед ойынның 48-ші минутында есепті теңестірді. Осылайша Қайсарға нича десек те болады, тең ойын сыйлап отыр. Қайсар келесі кезеңде өз алаңында Алматылық Қайратты қабылдаса, Жетісу жеңіспен ойнайды. 8-ші турдың сенсациясы. 8-ші турда болған сенсация ол Ұлытау өз алаңында Елімайды жеңді. Есеп 1-0. Білмейміз, Елімай өткен шығарылымдарда мен Елімайды премьер-лигада ұтылмаған командалардың қатарына жатқызып жүрсем, мынау Ұлытау Нұркен ағамыздың командасы сенсация жасап Елімайды жеңіп кетті. Турнирлік кестеде Ұлытау қазір 4-ші орында жайғасып отыр. Статистикаға қарасақ, статистика бойынша да Ұлытаудың нәтижесі жоғарырақ болып тұр Елімайға қарағанда. Елімай, білмеймін, кубоктық ойында Ақтөбеге қонаққа барды. Барлық күшін сол Ақтөбеге салып қойды ма, әлде Ақтөбеден Жезқазғанға барған жолда шаршап қалды ма? Елімай сенсациялық түрде жеңіліске ұшырады. Бұл сезонда
жеңілмеген Елімайдың алғашқы жеңілісіне куә болдық. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Елімай не себепті жеңілді? Елімайдың жеңілуіне қандай себеп айтасыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі 9-шы турда Ұлытау Қайратты қабылдаса, Елімай өз алаңында Каспийді қабылдайды. Келесі матч Жеңіс өз алаңында Тобылды қабылдады. Жеңістің жеңісі есеп 1-0. Бас бапкерін ауыстырған Тобыл, бас бапкері ешқандай пайда бермей жатқан сияқты, ешқандай көмектесе алмай жатыр. Себебі Тобылдың соңғы ойыны Каспийді ғана өтті, тем более Каспий соңғы орында тұр. Ал Жеңіс бірте-бірте өзінің ойынын тапқан сияқты. Дегенмен де біз ойлаймыз, Али Алиев ұзаққа бармайды. Ойынға келетін болсақ, ойынның 86-шы минутында Алтай Радилов ойындағы жалғыз гол авторы атанып, Жеңіске жеңіс сыйлады. Келесі турда Жеңіс Жетісуға қонаққа барса, Тобыл өз алаңында Ертісті қабылдайды. 8-ші турдың кезекті ойыны Атырау Алтай, есеп 1-0. Атыраудың жеңісі. Атырау сәтсіз 3 жеңілістен кейінгі алғашқы жеңісі. Атырау бұл ойында 3 ұпай иеленді. Негізі айта кететін бір фактор бар. Атырау басшылығымен бірге жанкүйерлерді Түркістанға алып келіп, Атырауға үлкен қолдау көрсеткен. Бұл жерде жанкүйерлердің үлкен қосқан үлесі зор. Негізі Атырау Түркістанда емес, Атырауда ойнаса, болашақта Атыраудан үлкен нәтижелер, сәтті ойындар болып қалар деген ойдамыз. Ал Алтай болса, кубоктық ойынға барлық күшін салды. Сол ойынға барлық күшін салғаннан кейін осы ойында сәтсіздікке ұшырап отыр. Ойынға келетін болсақ, бірінші таймның 31-ші минутында Энрике Атырау сапында жалғыз голды салып, Атырауға жеңіс сыйлады. Келесі турда Атырау Оқжетпеске қонаққа барса, Алтай өз алаңында Ордабасыны қабылдайды. 8-ші турдың тағы бір сенсациясы Каспий Қызылордада Астананы қабылдады. Есеп 1-0, Каспийдің жеңісі. Ойынның 18-ші минутында Астана сапында Әлібек Қасым қызыл қағаз алып, өз командасын бір ойыншыға кем қалдырды. Десек те, төреші Астана командасына мүмкіндік беріп, пенальти қойып берді. Бірақ Иван Башич өзіне берілген мүмкіндікті пайдалана алмады. Каспий қақпашысы Жомарт өте сәтті қақпада тұрып, өз қақпасына гол жібермеді. Астана командасы Каспий командасынан гол күтпеген. Астана командасының жас ойыншысы Санжар Ануаров өз қақпасына гол салып, Каспий командасына жеңіс сыйлады. Осылайша бұл сезондағы Каспий командасының алғашқы жеңісіне куә болдық. Келесі турда Каспий Елімайға қонаққа барса, Астана өз алаңында Қызылжарды қабылдайды. 8-ші турдың орталық матчы Шымкент Ордабасы өз алаңында Ақтөбені қабылдады. Жалпы ойынның атмосферасы, стадионның жанындағы атмосфера қандай болғанын айтудың қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені барлықтарыңыз әлеуметтік желілерде атмосфераның қандай болғанын, жанкүйерлердің қандай жанкүйерлік қолдау көрсеткенін барлықтарыңыз көріп жатқан боларсыздар. Бір айтып кететін жайт бар. Ордабасы басшылығы Техас Фанстың қалаушысы, Техас Фанстың негізін қалаушысы Арман Мырзаға көлік сыйлады. Жалпы 13 жылдық еңбегі ақталды деп ойлаймыз. Жалпы Ордабасы басшылығы Қазақстан футболының дамуына үлкен үлесін қосып жатқан басшылық. Бүкіл Қазақстан клубтарының басшылықтары осындай демеу берсе, қолдаса, Қазақстан футболы гүлденетін еді, жақсы дамитын еді деген ойдамыз. Ойынға келетін болсақ, Ордабасы бірінші минуттан гол салды. Эльхан Астанов өзіне берген мүмкіндікті жақсы пайдаланды. Алғашқы минуттан бастап гол жіберіп алған Ақтөбе бұндай неге дайын, давлениеға, бұндай сценарийға дайын болмады. Бірінші таймда ешқандай нәтиже көрсетпеді. Екінші таймның 60-ші минутынан бастап Ордабасы Ақтөбеге допты беріп, қорғаныстан ойнай бастады. Ақтөбеде 2 момент болды, 2 моментін пайдалана алмады Ақтөбе. Ордабасы ойыншысы Жаслан Әмір
ойынның аяқталуына 1 минут қалғанда өзіне берілген мүмкіндікті жақсы пайдаланып, ойынның нүктесін қойды. Есеп 2-0 Ордабасының сенімді жеңісі. Келесі турда Ордабасы Алтайға қонаққа барса, Ақтөбе өз алаңында Қайсарды қабылдайды. Екінші турдың қорытындысы бойынша турнирлік кесте экрандарыңызда. Сіздердің командаларыңыз қай орында? Комментарийға жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.